Болды отырыңдар, қараңдар, мен сендерге ертегі айтып берейін. Сара, Диана, кеше жұмыста отырсам, қызым. Қаскелеңде барғам ғой жұмысқа. Машинамен бара жатсам, машина деген жолда тай қанап жатыр ғой, короче. Шыны ма? Иә. Шыны ма? Дейді машина. Содан не керек? Ары отырам, бері отырам, ойланам. Машинамды жүнке әліп ой. Жоқ, машина жөнделген ғой. Сосын сөйтіп машина тайғанайды да. Бір кезде машинаның артқы айнасынан қарасам, артында бір зомби отыр ғой, Диана. Зомби отыр. Машинада бір зомби отыр. Ё-майо, мен не ұмытып кеттім деймін ғой. Мен машинаға отырған кезде айтатын сөзді ұмытып кеткенмін ғой айтуға мен. Машинаға отырған кезде қандай сөз айту керек? Бисмилля. Иә, бисмилланы айтуға ұмытып кеткенмін ғой мен. Сосын бір зомби отырып алыпты машинада. Ё-майо. Зомби деген бабеде бисмилля деп отырмады ма? Бисмилля десең, зомбилардың бәрі кетіп қалады машина ішінен. Түсіндің ба? Алла тағала сақтайды сол кезде сені. Түсіндің ба? Сосын ё-майо дедім да мен, тоқта дедім. Сосын бисмилля деп едім, одан артқа қарап қалсам, зомби жоқ. Ес дедім, қуанып кеттім мен, Алла тағала сақтады мені. Құдайға шүкір дедім сосын. Ана, сенің машинада зомби отырды, я? Жаңа отырған сияқты болды жоқ-та, иә? Жоқ бұл несі, я? Жоқ болды, я? Айтада. Аха, сосын деген, ё-майо, не істейміз дедім ғой мен. И бір кезде көрші звондайды ғой, көрші. Көрші Бақдәулет аға звондайды. Рома дейді. Не болды, бауырым, ассалаумағалейкум десем бүйтеді. Рома, сен үй жағында біреулер жүрген сияқты дейді. Кеше жұмыста болдың ғой. Өтінің үйінде зомби болды ма дейді. Жоқ, олардың да үйінде емес, сыртта жүрген екен ол кеше зомби. Далада ма? Далада, біздің есік алдында жүрген ғой, ойлашы. Шын ба? Шын, и сосын мен айтамын ғой, бага дедім да, мен білесің ғой, 3 қызым бар, сен барып көре салшы, өтініш деймін ғой, зомби бар ма, жоқ па? Біз оамыз дедік па? Біз Диана үйіміз оамыз дедік па? Иә, сосын мен айттым, Қайсар мен Зере жарайды үлкен ғой, Сара мен Диана кішкентай ғой дедім, сен кішкентайсың ба, Диана? Иә. Сосын айттым да. Мен тамын. Иә, Сара кішкене дәу, иә? И сосын Бақдәулет ағаға айтып едім, Бақдәулет аға мылтығын алып алған ғой. Мылтығын алып алады да барып жан жаққа қараса, ешкім жоқ, қараса алыста бір зомби кетіп бара жатыр екен. Алыста Бақдәулет ағаны көріп қашып кеткен ғой. Отырғанда Бақдәулет аға бүйтіп мылтығын алып көздеген ғой, короче. Пистолет ба? Иә, пистолетімен алып көздеген да, нені, зомбиді алып. Пах деп 3 рет атқан ғой зомбиді. Сонымен зомбилы қашып кеткен ғой. Иә. Сосын Бақдәулет аға айтады, Рома, жаңа сен үй жағында жүрген зомбиді мен атып едім, қашып кетті дейді. Красавчик, бауырым, рахмет үлкен дедім. Сосын анашына звондап айттым. Болды, енді терезелердің бәрін жауып, топкаға бардыңдар да, температураны 65-ке қойдыңдар да, жатып ұйықтаңдар дедім. Жарайды деді сосын.